Қызым саған айтам, келінім сен тыңда. Әйел үйдегі ырысың, ұл айбарлы қылышың, қыз түздегі өрісің, келін кеңейген тынысың. Қайырлы күн, қадірменді радио тыңдаушылар. Біздің бүгінгі хабарымыз Тараз қаласының тұрғындары 10 бала тәрбиелеп, олардың әрқайсысын жеке отау етіп шығарып, бүгінде еңбектерінің зейнетін көріп отырған үлкен шаңырақ иелері Шапайбек ағамыз бен Нағима апамыздың өмір жолдарына арналады. Жауқазын ғұмыр жыржастық, қаншама біздер қырбастық, қаншама рет қар жауды, қайтадан бізді тұрмас қып. Сонда да біздер жырластық, сонда да біздер сырластық. 18 бен 30-ды өзара бөліп құрдас қып. Қаншама қыстан өтпедік, қаншама рет көктедік. Еркесі болдық біз елдің, есер соқ боп кетпедік. Бір-бірімізді бауыр қып, сонда да біздер сағындық. Ошағы сөнген үйлердің оты болдықта жағылдық деп жырлаған Мұқағали ақынның жыр жолдары Шапайбек ағамыздың өмірімен өзектес екен. Шапайбек ағамыздың әкесі Сақыпкерей Жамбыл облысы Шу ауданы партия комитетінің бірінші хатшысы қызметін атқарып тұрғанда халық жауы ретінде атылады. Шапайбек Сақыпкерейұлы ол кезде 2 жасты екен. Шешесін 3 баламен нағашысы Ресейге алып кетеді. Ресей жерінде шешесінің табандылығы арқасында ер жетіп, отау құрып, әкесі ақталғаннан кейін елге оралған Шапай ағамыз әр салада жұп тындырымды еңбек етеді. Отбасында Нағима апамыз екеуі 10 бала тәрбиелеп өсіреді. Отағасы зейнеткерлікке шықса да, кәсіподақ саласында қызметін одан әрі жалғастырып жатыр. Балалық шағы халық жауының баласы деген атпен өтіп, шеше тәрбиесінде ер жеткен Шапай ағамыз өмірден көріп көңілге түйгендері жайлы былай деп әңгіме өрбітеді. 2 жасымда әкемді алып тастағасын бізді семьямызбен ұрлап Россияға алып кетті нағашым. Сол жақта өсіп өніп, қызметке кірісіп, осы Нағима кемпірмен таныстым ғой. Ол 1955 жылы 10 баламыз бар, 4 қыз, 6 ұл бар. Сол бәрі қызметте. Әкеміз ақталғасын осында келіп, мемлекет мекемелер кәсіподағының облыстық комитетінің төрағасы болып жұмысты әлі істеп жатырмын. Жасым 71-де. Әр уақыт айтам, Отан партиясы президенттік болса, мемлекет мекемелер кәсіподағында президенттікі. Неге десең, Назарбаевтың өзі біздің кәсіподақ мүшесі. Сондықтан ол кісінің айтқанын қолдаймын. Жаман адам жоқ деймін. Жаман адам жоқ, бәрі жақсы, тек пиғылын нашар. Жас жігіттер әр уақытта отаныңды сүй, өзің туған жеріңді сүй, анаңды сүй деймін. Әр уақытта отанның оң көзі болыңдар. Бұрын халық жауын боласам, қазір халықтың баласымын деймін. Сондықтан халыққа рахмет. Қазақта мақал бар. Әкесін көрді қызыңды бер, шешесін көрді қызын ал дейді. Сондықтан әке ұлды тәрбиелеу керек, шеше қызды тәрбиелеу керек. Сонда менің тәрбием неткеніме араса түспеу керек ұрысқанымда, мен бұның қыздарға айтсам, мен ара түспеуім керек. Балдарымыз жаман емес, барлығы. Әйтеуір тәрбиелі, 8-де үйге кірмесе таяқ жейді. Жазда 10-да. Оны көршілер біледі, бәрі дізіліп үйге қайтып келеді қаным. Осындай тәрбиелеу өсірдік. Әйел үйдегі ырысың, ұл айбарлы қылышың, қыз түздегі өрісің, келін кеңейген тынысың. Бұл күндері Шапайбек ағамыздың өсіп өнген үлгілі білімді балалары қазір өз алдына отау иесі. Отағасы отбасын құраған жастарға былай деп ақыл қосады. Біз де жас болғанбыз, біз де сіздей болғанбыз, сіз де біздей боласыз. Бірақ біз енді сіздей болмаймыз. Біздің жасымыз сіздерге берсін. Әртүрлі сөзге ермеңдер, біріңді бірің сүйіңдер, сыйлаңдар. Екі жақтың ата-анаға сөз келтірмеңдер. Ел күлет. Осындай мен сияқты жақсы болыңдар, мен бәріне көндім деп сөйтіп айтам.
Жастарға кәрілікті ойлаңдар дейміз. Жас уақыттағы көрген азап емес, қартайғанда көрмеңдер дейміз. Сондықтан семьямен тату болыңдар. Біріңнің айтқаның біріңіз көніңдер. Ертеңгі күні мына біз өзіміз қалжыңдап айтам, кемпірім мен сол 40-тан асқанша бұл кісі қиналды, менің айтқанымды істеп, енді қазір мен бұл кісінің айтқанын істеймін. Ал бұл мысалы қорықты біреу алып қояды мен деп. Енді мен қазір қорқам, қуып жіберсе қайда барам, шалды адам кімге керек деп. Осындай күлкі ойын айтып, отырған жерде айтып отырамыз. Шапайбек ағамыздың анасы жер ауып Ресейге келген соң, бар күш-жігерін балаларын қалай жеткізсем, оқытсам екен деген мақсатпен қандай жұмыс болса да атқара береді. Баласының мамандық алуына мүмкіндік жасайды. Ол ұлы Шапайбекті өзі бірге жұмыс істейтін бой жеткен Нағимаға үйлендіреді. Сол Нағима апамыз енесін ерекше сыйлап, апалы сіңлідей өмір сүріпті. Енемнің шешесі қолымда болды. Сонда 12 сағат істейміз, 48 сағат үйде демаламыз. Өйткені екі кемпір бар, балдар бар, оқуға баратындар бар. Мамама рахмет айтам, енді осы 84-ке дейін екеуміз бір үйдің қызы ұстап өстік. Енді анау үлкен әжеге енді оған да жәрдемдесіп, енді бірақ ол кісі мен жақсы көретін. Ылғи кірі болса өзін туған қызына жудырмайды, маған алып қояды. Сен жуып қойшы, мыналар бәрін былықтырып жуып. Мамама операция жасайтын болды көзіне. 10 күн операция жатты, 10 күн қасында жатып отырдым, бағып. Жастайына не суық деген ғой, аяғы неден, мына елден қашып, Россияға барғанда шошқа базында жатқан ғой 4 баламен. 4 баламен сол жерде суық деді дейді. Шошқа бақса қазақтарды алып кетпеді екен. Әйтпесе ол кісіні де түрмеге алып кетеді екен. Сонда бұл кісі неде сол шошқа базында жаттым дейді, суық не дейді, ана екі баласы қайтыс болды ол кісінің. Үлкені одан кіші мына кісіден кейінгі. Соның екі балам қайтыс болғанда соны ептеп шықтым ғой дейді, шошқа базынан нағашылары, туыстары содан бір ағай келіп, бір ауылға апарып, сол жерден тары берді дейді, тары жүрдік дейді, сөйтіп әйтеуір ақтағасын, мына баласы өскесін, кішкене аяғына басқан кемпір, соны үйлендік, сонан бірге жұмыс істейміз ғой. Мен әкем парторг болса да мен дайырғы қылып қойды. 10 жасымнан жұмыс істедім мен колхозда. Сонан сиыр сауамыз. Әкем Зафермі, бірақ 2 баламыз, ағам бар мен. Сонда да бізді қиын жұмысқа салып қойды да, көр соны деп. Нағима апа енесіне мейірімді, ауылына ілтипатты келін болыпты. Апамыз өз балаларына ризашылығын білдіре отырып, келіндерге мынадай тілек айтады. Балдардың рақатын көріп жатырмыз. Рахмет балдарға. Анада 70 жылдық жасады, папасының бәрін өздері көтеріп кетті. Жолдастары көтеріп кетті. Балдар бәрі өздері аяқтарымен тік тұрып папасының 70 жылдығын жасады. Келіндер қолдарынан бәрі келеді. Тамақтың неше түрін пісіру біледі, өзімнің үйретіп қойғанымды бәрін істейді. Түймеңдер. Біздер сөйтіп өстік. Қабағын түйіп, ыдыс аяғын сылдырлатса, ол күйеуінің жолдастар еш уақытта да жоламай сендерге дедім. Ал келгенде, ой, жақсы келіңіз деп, дастархан жайып, бір пиала шай беріп, я бір кесек нан берсең де, жылы күлкімен, ойымен шығарып салу керек қонақтарды деймін. Сонда жолдасың да жақсы болады, жұмысы да жақсы болады дедім. Әуе толқынында өз өмірлік тәжірибелерімен әңгіме айтқан Тараз қаласының тұрғындары 10 бала тәрбиелеген, ынтымағы жарасқан үлкен шаңырақ иелері Шапайбек Сақыпкерейұлы мен Нағима Оразқызы. Хабарды әнмен әрлеген Сәбитхан Мейірханұлы, мәтінді оқыған Сәуле Құрмантаева. Хабардың редакторы Гүлнар Ешбайқызы.
әкешім анашым дара толған, сендердің бейнеттен зейнеттерің бүгінде қатайсам